Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Келе жатқан Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, құтты жыл болсын. Сіздермен бірге осындай қыстан қалған сүрленген қазық, май етімен қазір Наурыз көжесін жасайтын боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ құрт қосып, 7 түрлі дәнді дақылдар қосып, ақ қосып, осындай көжені жасайтын боламыз. Сонымен қатар каналымда 7 нан және де шие бауырсақ рецептісін қазір сілтемесін осы видеоның соңында қалдыратын боламын. Ал ендеше көжемізді бастайық. Осылай ыдысымызды бір шайып алып, таза ыдысымызға суды толтырып, одан кейін сүрленген қазы, май етімізді осы қазанға салып асатын боламыз. Және де күн жылынып, табиғат тәтті ұйқысынан оянған сәтте аспан әлемінде құстардың сайраған әсем әуені сыңғырлап шыққанда халқымыз Наурыз көжені, яғни мерекесін тойлаған болатын. Бұл мереке қазақи жаңа жыл. Халық жайдарлы, көңілді күйде жүретін мерекенің алар орны әр кезде бөлек, ерекше. Адамдар арасындағы ренжіттер ұмытылып, сыйластық артып, халық бір-бірімен үйлеріне қонаққа шақырып, бірлігі мен татулығын көрсетеді. Мерекенің символы әр ұлттық тағамымыз Наурыз көженің тіл үйрер дәмі. Таңдайдан кетпейді. Наурыз мерекесі тойланғалы, бұл тағам өз қадір қасиетін мүлдем жоғалтқан емес. Түрік халқының арасында 7 сан киелі болғасын, тағамға 7 түрлі азық, яғни дәнді дақылдар қосылады. Мінекей, мен сол дәнді дақылдарды қазір ыдыстарға бөліп салып жатырмын. Осыны қазір жылы сумен біз үстіне құйып, шамалы, яғни булап, парлап қоямыз. Өйткені жұмсарып тұру үшін және де қазанға салып қайнатқанда тез пісу үшін осылай барлығын суға салып, яғни жібітіп қоямыз. Осының үстінен бетін жауып қойсаңыздар да болады, немесе осылай үстіне су толтырып алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Негізі 7 түрлі тағамға арпа, бидай, тары, бұршақ, күріш сынды дәнді қосылып ақ құйылады. Әжелеріміз қыстан бері сақтап келе жатқан сүрленген қазы қарталары мен еттерін қосады. Әрине, Наурыз көженің қатып қалған құрамы жоқ. Әркім үйінде бар дәнді азықтарды қосып жасай береді. Бірақ міндетті түрде айран немесе ақ құйылады. Бұл айранды үйіп бірлігіміз бен татулығымыз жойылмасын деген ниетпен негізі туындаған болуы тиіс. Сондықтан осылай ақ құю міндетті. Мен алдыңғы осы парақшамда, яғни каналымда көжені айранмен жасаған болатынмын. Қарасаңыздар, табасыздар каналымнан. Ал бұл жолы мен сүт құйып және де кеспе салып басқаша түрде көженің тағы да бір басқаша қырынан сіздерге көрсеткім келді. Және де өзім де отбасыма солай дайындағым келді. Сондықтан менің каналымда бұдан да басқа айранмен жасалған ең оңай, яғни қарапайым рецепт түрі бар. Каналымнан сол рецепті іздеп қарасаңыздар да болады. Наурыз көжемен қоса дастарханға ұлттық тағамдар айран, сүт, ірімшік, бауырсақ, шие бауырсақ, 7 нан, яғни дәмі тіл үйретін тағамдардың барлығын дастарханға қоюға болады. Осылайша барлық тағамды қойып, қонақ күтіп, халық мерекені көңілді күйде атап өтеді. Соңынан үлкен ақсақалдар бата беріп үйлеріне тарасады.
Достар, негізі наурыз көжені жасамайтын жан жоқ шығар, сондықтан әркімнің, яғни рецептісі әртүрлі. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, мен өте қуанышты болатын едім. Достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Осы видеоның астында жаңағыдай поделиться деген, яғни самолеттіктің белгісі бар. Сонымен достарыңызға, тума-туыстарыңызға таратып отырсаңыздар, өте қуанышты боламын. Мінекей, мен сорпадағы қазы, ет барлығы жақсылап қайнады, көбігін алдым. Енді дәнді дақылдарды шетінен осылай ең бірінші көп пісетін дәнді дақылдарды салам. Содан кейін піскен қазы етті түсіріп алатын боламын. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, барлық еттердің барлығын түсіріп алып жатырмын. Содан кейін ішіндегі арпа, бұршақ, маш, яғни бұлардың барлығы пісіңкіреп қалған кезде жүгеріні салатын боламын. Сондай-ақ құртты, достар, осылай үстіне сорпа құйып жібітіп аламын. Содан кейін мінекей жүгері, мейіздерді салғаннан кейін оларды соңында саламыз, өйткені олар тез піседі. Пісуге 5 минут қалған кезде мейізді салсаңыздар болады, және де тарыны салсаңыздар болады. Мінекей сорпаға дәндердің барлығын қосып болғаннан кейін сүтті құйып жатырмын. Бұл жерде мен магазиннің сүті, егер қолдың сүті болса, қолдың сүтін құйсаңыздар да болады. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Қандай сүт құйсаңыздар да, айран құйсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Енді жаңағы түсіріп алған етті суытып, осылай қасын, етін, майын араластырып турап жатырмын. Қазір дайын болған көжеміздің үстіне осы етімізді қосатын боламыз. Сонымен қатар мен көжеге қолдан кесілген, яғни кеспені қосамын. Бұл кеспе негізі дәмді болады, және де біздің көжемізге қоссақ, ол тойымды болады. Сондықтан енді әркім әрқалай жасайды. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, комментария қалдырыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, сіздер қалай дайындайсыздар, бөлісе отырыңыздар. Мінекей біздің кеспе қосылған, осындай дәмді, 7 түрлі дәмді дақылдар қосылған көжеміз дайын болды. Барлық құрамын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сіздермен болған Бекзат, сау болыңыздар.